Мына кеште балаларға сухари жасап берейінші деп үйде дейтін нан дейтін что-то көп болып кетті. Кеше пятница жұма күні деп ана тегін нан таратады ғой. Соған балалар сабақтан келгенде ала келген, оның алдында мен бір қара нан, бір ақ нан әкеліп қойдым. Сосын 2 күн демалыста көп нан желінген жоқ. Содан кейін балаларға көптен бері сухари жасаған жоқпын ғой деп шештім де нандардың бәрін турап алдым. Андай қатты үлкен қылған жоқ, қатты уақтамадым, средний қылып ауызға сиятын қылып. Содан кейін ішіне дейтін мына жерде менде дәмдеуіштер бар, соның ішінен алдым да молотый не бар ғой, корица, соны салдым. Одан кейін паприка салдым, содан кейін тұз, қара бұрыш, солардың бәрін салып, міне мына жерде тұз бен қара бұрыш араласқан қоспаны салдым. Одан кейін барып мына жерде менде паприка, дәмдеуіштер дәм беру үшін осылай саламын. Содан кейін мына жерде кориандр молотый, солардың бәрін салдым да кәдімгі не бар ғой, май, оливковое масло, соны үстіне осылай сеуіп, одан кейін екі жағынан 2 үлкен қасықпен осылай әбден араластырып, одан кейін барып противеньге бетіне пергамент жайып осылай орналастырдым. Одан кейін бәрін түгел салып, осы бір табақтағы жасаған нанның бәрі кетті осының үстіне. Одан кейін бардым да үстіне тағы да оливковое майдан сеуіп жіберіп, неге осылай пешке 25-30 минутқа қойып алдым. 180 градусқа қойдым. Одан кейін жақын уже 5 минут қалғанда 200 градусқа көтеріп, осылай әп-сәтте қызартып, балаларға жеуге осылай жасап дайындап қойдым. Енді бұйырса балалар ертең күндіз осыдан нанның орнына қытырлатып сухари ретінде жейтін болады. Осылай табаққа салып алдым. Салфетка жайып табаққа түсіріп алдым. Балалар уже бастап жеп кетті. Ас болсын балаларға өте дәмді шықты. Сіздерге де кеңес беремін жасауға.